Бисмиллахи вальхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулилlah. Арафа күні бұл дүниедегі ең хайырлы күндердің бірі, ең жақсы күндердің бірі. Енді осы күні ең жақсы және ең хайырлы абзал амал бар. Ол дұға, яғни Алла Тағалаға тілеу және Алла Тағалаға жалбарыну. Пайғамбар салам хадисте айтады: "Хайру дуа дуа яумил арафа". Хайру дуа, ең хайырлы дұға дейді, бұл арафа күні болған дұға дейді. Және хадис жалғастырады: "Ва хайру ма култу ана уан набиюна мин қабли", және дейді, сол күні дейді, арафа күні ең жақсы менің айтқаным дейді, ең хайырлы менің айтқаным дейді, және маған дейінгі пайғамбарлардың айтқаны дейді: "Ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лаху, лахул мульку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин қадир". Ла илаха иллаллаху, Аллахтан басқа құлшылыққа лайық тәңір жоқ дейді. Вахдаху ла шарика лах, ол жалғыз дейді, оның серігі жоқ дейді. Лахул мульку ва лахул хамд, оған мүлік тиесілі дейді. Ва лахул хамд, оған мадақ дейді. Ва хуа аля кулли шайин қадир, оның құдіреті барлық нәрсеге толығымен жетеді дейді. Біз осыдан түсінеміз, арафа күнгі ең хайырлы жақсы амал ол дұғады жасау екен. Барлық амалдардан хайырлы болған ол адам өзіне, отбасына, туған туыстарына, барша мұсылмандарға дұға жасауы. Ең жақсы құлшылық ол арафа күні дұға. Және сол сияқты осы мына зікірді айту: "Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лаху, лахул мульку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин қадир". Осы нәрсе екен, осыны айту ең хайырлы дейді. Аллаху тағала алам.